Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын пеште піскен тауық етінің рецептімен бөлісемін. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналымның дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен өзімізге қажетті тауық етін жуып, тазалап, бөлшектерге бөліп аламыз да, оның үстіне 1 шай қасық паприка салдым, және 1 шай қасық қара бұрыш, және 1 шай қасық дәмдеуіш қостым. Дәмдеуішті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген түрін қоса берсеңіздер болады. Және 2 ас қасық кетчуп салдым, және 2 ас қасық майонез, дәміне қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң сұйық майымызды қосамыз, және сарымсағымызды да үккіштің ұсақ жағынан өткізіп қостым, немесе сарымсақ езгіштің көмегімен де осылай сарымсақтарымызды өткізіп, барлығын тағы да жақсылап араластырып алып, бетін жауып 30 минут 40 минутқа маринадқа қойып қоямыз. Қаншалықты көп тұрса, соншалықты дәмі керемет болады. Мен маринадқа шамамен 1 сағатқа қойып қойдым. Содан соң пешіміздің табасына салып 200-250 градус пеште пісіреміз. Сол арада картопымызды жартылай суға пісіріп аламыз. Тұзын салып, оттан алып, осы тауық етінің үстіне орналастырып, барлығын салып болғаннан соң қайтадан пешке салып 20-25 минут толықтай пісіріп аламыз. Барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Піскеннен соң осымен біздің өте дәмді болып шығатын әрі жылдам дайындалатын кешкі асымыз дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз.